Сіздермен бірге тағы да Маулен. Мен Киокон онлайн академиясының авторы боламын. Біздің академия ұйымдастырған осы видеода біз қазақстандық брокерлер туралы әңгімелесетін боламыз. Тақырыпқа кіріспей тұрып, не туралы айтып өтетінін тезірек айтып өтейін. Осы видео 3 бөлімнен тұрады. Ең бірінші бөлімде біз брокер деген кім екенін қысқаша еске алып өтеміз. Және екінші бөлімде біз Қазақстандағы барлық брокерлерді атап, олардың ішіндегі ең ірілерін салыстыратын боламыз. Және ең соңында мен сізге брокерді қалай таңдау керектігі туралы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Енді қазір жылдам акция сатып алу қалай жүзеге асатынын еске түсіріп жіберейік. Толығырақ білгіңіз келсе, осы видеоның алдындағы видеоны көрсеңіз болады. Енді Қазақстанда Нұрай деген қыз бар делік, және Жапонияда Остин деген жігіт бар деп елестетейік. Остинде Apple компаниясының 90 дана акциясы бар, және ол соны сатқысы келеді. Ал бізде Қазақстанда Нұрай, ол Apple компаниясының 90 дана акциясын сатып алғысы келеді. Осы сатып алу, сату процестері орындалатын жерді біз биржа деп аталатынын айтып өттік өткендегі видеода. Енді оларды жүзеге асыруға бізге брокерлер көмектеседі. Яғни сатып алушы брокерге сатып алатыны туралы бұйрық жібереді, приказ. Одан кейін брокер соны орындау үшін сұранысты биржаға хабарлайды. Және биржаға сондай сатушылардан да ұсыныстар келеді. Яғни сұраныс пен ұсыныс осы жерде бір-бірімен байланысып сауда орындалады. Осылайша акция сатып алу жүзеге асырылады. Енді бұл жерде брокердің міндеті сізге биржадан құнды қағазды сатып алуға көмектесу. Яғни кез келген елдің заңында, кез келген жерде қайда болмасын, сіз тікелей өзіңіз барып биржадан акция сатып ала алмайсыз. Ол үшін міндетті түрде сізге алдымен брокерге барып инвестициялық шот ашып, содан кейін ғана тек қана брокердің көмегімен ғана құнды қағаз сатып алуға болады. Яғни брокердің көмегінсіз сіз акция сатып ала алмайсыз. Енді оны білгеннен кейін қазір қазақстандық брокерлерге шолу жасайық. Бізде Қазақстанда жалпы саны 22 брокерлік қызмет көрсететін компания тіркелген. Тізімді экраннан көрсеңіз болады. Осылардың ішінде бәріміз білетін танымал есімдер де бар. Олар BCC Invest, Forte Finance, Халық Finance, Русан Invest, және Қазпочта, Centra Securities және Freedom Finance. Яғни бұлар Қазақстанда лицензия алған, заңды тіркелген осы 22 қазақстандық брокерлер. Енді бір-бірден ең танымалдарын салыстырып өтейік, комиссияларын. Ең алдымен Freedom Finance'дан бастайық. Freedom Finance'да профессионал деген тариф бар. Ол тариф бойынша біздің кассиде, яғни Қазақстанның биржасында, бізде Қазақстанда 2 биржа бар, кассе және екіншісі Астана халықаралық биржасы. Көріп тұрғаныңыздай 2 биржадағы саудалар үшін 2 түрлі комиссия ұсынылады. 0,4 және 0,9 және Астана халықаралық биржасында сауда жасау үшін минимум 1000 теңге болу керек. Және халықаралық биржада, кешіріңіз, қате кеткен. Халықаралық биржада сауда жасау үшін 0,3%, 0,3% комиссия төлеу керек. Негізінде бұл жоғары деп есептесек болады, әсіресе халықаралық биржа үшін комиссия. Енді келесі Русан Инвест. Русан Инвестте пифтерді сатып алу тегін, касседегі сатылымдар үшін, сауда операциялар үшін бар болғаны 0,3%, және халықаралық биржада
бар болғаны 0,1% комиссия төлейсіз. Бұл өте жақсы комиссия деп айтуға болады. Және келесі Халық Finance, ол көріп тұрғаныңыздай касседе және Астана биржасында комиссия бірдей 0,4 және минимум 1000 теңге болу керек сауда операциясы. Және халықаралық биржаларда 0,1. Және келесі Forte Finance комиссиясы 0,5 және минимум 5000 теңге болу керек әрбір операция, яғни әрбір сауда. Халықаралық биржада да 0,5. Және келесі BCC Invest, касседе комиссия 0,3 және Астана биржасында 0,1, минимум 100 теңге болу керек. Халықаралық биржада, Лондон биржасында, Нью-Йорк биржасында және Настдакта минимум 3500 теңге. Бұлардың барлығы түсінікті деп ойлаймын. Кейін видеоны кері қайтарып, өздеріңізге керек қызықты брокердің комиссиясын қарап алсаңыз болады. Және Centra Securities'те касседе сауда операцияларын жасау үшін 0,5%, және Астана биржасында 0,1 жоғары пайыз екен. Халықаралық биржада 0,2% комиссия төлеуге тура келеді. Енді бұлар жай ғана комиссиялар, бірақ тек қана бізде комиссия ғана маңызды емес брокер таңдағанда. Енді жалпы брокерді таңдағанда қандай факторларға қарап таңдау керек деген сұраққа жауап берейік. Әрине, брокерді тек комиссиясына қарап таңдауға болмайды. Брокерді таңдау кезінде тағы да 2 факторға мән беруге кеңес беремін. Бірінші фактор ол сенімділік. Қазір себебі интернетте адамды шатастыратын өте көп жарнамалар бар, брокерлік қызмет ұсынатын түсініксіз сайттар, компаниялар көп. Интернеттен бөлек кейде күніне бірнеше рет телефон соғып мазалайтын жағдайлар түсінетін шығарсыз. Және осының бәрі жаңадан бастайтындар үшін кімге сеніп, кімге күмәнмен қарау керек екенін шешу өте қиын болады. Сондықтан бұл өте сенімділік ең негізгі фактор болып саналады. Сіз болашақта брокеріңіздің Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жұмыс жасайтынына сенімді болуыңыз керек. Және брокерлік компанияның физикалық мекен-жайы болу керек, арнайы органдардан алған лицензиясы болу керек. Яғни осындай қаржылық қызметтерді жасауға рұқсат қағазы болу керек. Бұл жерде сізге енді оңайырақ болады, себебі мен сіздерге Қазақстан Республикасында тіркелген барлық 22 брокердің тізімін көрсеттім. Демек, брокер таңдайтын кезде сіз сол тізімнің ішінен таңдауыңыз керек. Егер ол тізімде жоқ біреу сізге брокерлік қызмет көрсетем деп ұсынса, онда сіз кішкене күмәнмен қарауыңыз керек. Күмәнмен қарауыңыз керек емес, негізінде бас тартуыңыз керек, себебі ол алаяқтық болуы мүмкін. Себебі немесе кейде шетелдің лицензиясын алған брокерлік қызмет ұсынатындар бар. Бірақ сіз ондай брокерлерге жүгінсеңіз, кейін қандай да бір жағдай болмасын, өз құқығыңызды қорғай алмайсыз, себебі ол Қазақстанда тіркелмеген, яғни Қазақстанның заңы сізді қорғай алмайды. Және келесі, көп брокерлерде жасырын комиссиялар болады, яғни ақшаны инвестициялық шотқа толтырған үшін ақша, және ақшаны керісінше шығарған үшін комиссиялар болуы мүмкін. Соларды білу үшін келісім шартты мұқият оқып танысу керек. Менде сондай бір жағдай болған, сайтта рекламада үлкен әріптермен нақты бір процент жазылған, ал кейін келісім шартта қол қояйын деп жатқанда тарифті оқысам, мүлдем басқа комиссия тұрды. Содан кейін қол қоймай ол брокерлік шот ашудан бас тартқан.
Сондықтан жасырын комиссиялар негізінде өте көп болады. Сол үшін мұқият оқығаныңыз жөн. Тек қана жарнамалық постерлерде жазылған комиссияларға мән беруге болмайды. Және келесі қолайлылық, келесі фактор ол қолайлылық, яғни жалпы брокерлер, әртүрлі брокер әртүрлі сегменттерге арналған. Мысалы, кейбір брокерлер жаңадан бастаушы инвесторлар тартуға тырысады, ал кейбіреулері профессионалды инвесторлар тартуға тырысады, ал кейбірі екеуін де тартуға тырысады. Соған орай олардың ұсынатын қолайлылығы, платформалары әртүрлі болады. Кейбір платформалар өте жақсы, жылдам жұмыс жасайды, ал кейбір платформаларда ақаулар көп болуы мүмкін. Сондықтан осыған мән берген дұрыс. Енді мына жерде бізде Forte банктың платформасы, қателеспесем, олардың платформасы жоқ әзірге. Олар көбіне физикалық сауда операцияларын жасайды, яғни үлкен ауқымда. Бастаушы инвесторлар үшін бұл өте қолайсыз болуы мүмкін. Forte Finance. Халық Finance қазір мобильді қосымшасын өте дамытып жатыр, бірақ бәрібір де өте ақаулар тым көп ішінде. Сол үшін комиссия мүмкін сол үшін азырақ. Жусан Инвестте қазір өте танымал болып келе жатыр. Қолайлылық жөнінен қолайлы деп айтар едім, себебі әсіресе бастаушы инвесторлар үшін өте көп пайдалы ақпараттар бар, барлығы түсінікті жазылған. Сонда да әлі де ішінде кішкене көзге үйреншіксіз, дизайн жағынан ондай қатты дамымаған деп айтса болады. Сол үшін комиссиясы да азырақ, бірақ Freedom Finance'та олар платформа жағынан, қолайлылық жағынан өте дамыған. Freedom Finance'та сауда жасаудың өзі бір керемет әсер қалдырады. Соған орай олардың комиссиясы да жоғарырақ. Енді осы үш факторды өзіңіз таңдай отырып, брокерді өзіңіз таңдайсыз. Мен сізге нақты бір мына брокерді таңдаңыз деп айта алмаймын. Бірақ бастаушылар үшін мен Жусан Инвестті кеңес берер едім. Бұл жарнама емес. Жай қолайлылық жағынан да, комиссия жағынан да өте жақсы дамып жатыр. Мүмкін болашақта тарифті көтеретін шығар, бағалы комиссияларды. Әзірше қазір Жусан Инвест өте жақсы дамып жатыр. Сонымен осы видео пайдалы болды деп үміттенем. Егер солай ойласаңыз, лайк басып, келесі видеоларды жібермеу үшін жазылып алсаңыз болады. Келесі видео демекші, қандай тақырыптарға видео қалайсыздар, пікірге ұсыныстар жазсаңыз болады. Сондай-ақ біздің Инстаграмға және Телеграмға жазылып алыңыз, және ресми сайтымызда қонақ болсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет.